Фильм 100% қазақша жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің тапсырысы бойынша аударылып дыбысталды. 2019 жыл. Қара айдаһарды жайратып, біз жеңіске жеткен соң, мен қаһарман атандым. Енді мен айдаһармен күресуші Ламбертпін. Бірақ эльфтер ханшайымы Лияның махаббаты мен үшін ең үлкен сый болды. Әрқайсымыз өз әлемімізге қайтсақ та, мен қуаныштымын. Себебі екеуміз бірігіп алып, айдаһардың көзін құрттық. Айдаһармен салыстырғанда алыстан араластырудың еш қиындығы жоқ. Солай емес пе? Эльфтер тағы. Қандай керемет! Бұл көйлек өзіңе қатты жарасып тұр. Мен өте қуаныштымын. Ал сен ше? Әрине, қуаныштымын. Мен бұл күнді ұзақ күттім ғой. Лия, көйлек таңдауға көмектескеніңе рахмет. Айтпақшы, Ламберт айтам. Сен... Ескертіп қояйын. Олардың келетініне аған қуана қоймас. Бірақ мен қаһармандарға қалайша келме демекпін. Олар біздің жеңіске жетуімізге көмектесті ғой. Қандай керемет! Саған алғысым шексіз, әпке. Яғни, ұлы мәртебелім. Бауырың сияқты патшалықтағы эльфтердің көпшілігі адамдарды жақтырмайды. Сондықтан оларды біздің мәдениетімізбен таныстыруыңды сұрайым. Жарайды. Ұша ғой, мұны Ламбертке жеткіз. Рас па? Сен мені мазақ етіп тұрмысың? Өзім соғып жасаған дүниеге 2 тиын ғана бересің бе? Бұл кәдімгі балта ғой. Есесіне, мұны айдаһардың көзін құртқан адам жасаған. Міне ал. Мұны Лия жіберді. Тұра тұр, бұл маған келді ғой. Бер кел. Оны маған бересің бе жоқ па? Ей, ары бар. Сізді мерекелік шараға шақырамыз. Тұра тұр, мынау қалай оқылады? Эльфтер ханшайымы мен герцогтың үйлену тойына... Не? Ламбертпен оның жақындарын шақырамыз. Мүмкін емес. Мен эльфтерге қонаққа барам. Ол жерде Лияны көрем. Жоғалтып алма. Байқа, адасып қалма, жарай ма? Ей, керемет. Лия. Дүкенді жабам, жұмысым өте көп. Көне шайқастар болған қираған үйінділерде, эльфтер аруақтарының арасында қара тас жасырынған. Мен де ұмытылған жанмын. Осыдан артық қандай ыңғайлы жағдай болмақ. Қара кристалл. Саған құрбан еттім. Менің бойымдағы эльфтер қанымен екеуміз мәңгілікке бірлесейік. Осы аңғар біздің құрбандыққа шалатын орнымыз болып, ал ұмытылған әруақтар біздің антымыздың куәсі болсын. Қара кристалл, маған өз күшіңді сыйла, көп ұзамай мен таққа отырам.
тынышталыңдар. Бұл оңай емес. Сендерге не болды? Елес! Қару! Ей, Асқабақ, қашып құтылмайсың. Шыбын, сыртқа шақ. Тоқта дедім саған. Кішігім, мұнан ұста. Садақ, пешташ, Асқабақ бәлшін жейміз. Ей, неменеге шулап кеттің? Мен әлі керең емеспін. Не, тұра тұрыңыз, жаңа ғана Асқабақ кейпінде елес келді. Ал мен оны пешке салып жібердім. Дәмдей шығып тұр. Жоқ болып кетті. Сақина, сен ұсталық өнерге қанша үйретсем де, сен сақина жасап Асқабақ пісіресің. Түсінбейсің бе? Сіз түсінбейсіз. Бұл жай ғана сақина емес. Ұшын тартсаң, саусағыңды кесіп аласың. Бұл қорғаныс үшін. Ал сенің жүрегіңді не қорғайды? Эльф пен адамның арасындағы махаббат оқиғасының арты жақсылыққа апармайды. Есіңде болсын. Асыра сілтемеңізші. Трагедиясыз комедия жоқ қой. Осы оқиғаның арқасында мен Лияны кездестірдім. Бәрі жақсы болады. Әпкелерім, сәлеметсіздер ме? Менің жоғалған жандарым. Патшайымға естен кетпес сый жасайықшы. Мәссаған, жаңа кеме ме? Қане? Күшіктерім жүріңдер. Ей, капитан, қалыңыз қалай? Сәлем. Кемеге отыруға рұқсат па? Көп ұзамай жүреміз бе? Мұнда не істеп жүр? Кемеден лақтырып жіберем. Аша барамыз. Мен өзімді құз сияқты сезініп тұрмын. Мына жерден үйім көрінеді, қараңдар. Масқара, үйдің есігін кілттеуді ұмытыппын. Капитан, мынау эльфтер патшалығында жүріп тұру тәртібі. Парақшалар? 250-ші ереже. Әлдекіммен танысқанда 10 градусқа еңкейіп сәлем беру керек. Егер 5 немесе 50 градусқа еңкейсең, мазақ етіп тұр деп ойлайды. Сен ештеңені жаттай алмайсың. Негізі қызың жоқ болса, мәселе де жоқ. Тек бұл жерде емес. Мен қазір...
Қара, бұл менің ең үздік жұмысым, ең таңғажайып туындым. Бар болғана, сапалы ұшатын тасты салсаң болды. Бұлттардың арасымен самғауыңа болады. Ал жылдамдығына келсек, бірде-бір кеме оны қуып жете алмас. Рахмет, ұстаз. Бұл ең керемет сыйлық. Сіз тамаша жансыз. Ара тұрыңдар, бозбаланы қорқытпаңдар. Ұстаз, сіз мұны сынап көрдіңіз бе? Тұра тұрыңыз. Бұл қалай жұмыс істейді? Кәдімгідей, құс сияқты қанаттарыңды қақсаң болғана. Тезірек, тезірек. Әрмен кетіңдер. Иә, ай. Иә, қанат қағу керек. Қане! Иә. Ей шал, әжетхана ана жақта. Ламберт қайда? Ал мен кімді іздеп жүр деп ойлайсың? Әне ол, ана жақтағы кішкентай қара нүктені көріп тұрмасаң? Не? Көріп тұрмасаң? Әне ол, альбатрос құсының жоғарғы жағында. Әне ол, көзін көрмей ме? Кемеге қайтар, айтпаса осы жерден лақтыраман. Иә, расында да құс сияқты ұшып жүрмін. Ұстаз, сіз нағыз данышпансыз. Оқ, садақ, отырыңдар. Лия, мен саған ұшып барам. Мені таңғалдыру қиын деп ойлаушы едім. Хей, мен данышпанмын. Қойшы. Болды, ұмыт. Бұл менің ең үздік туындым. Серфингке арналған тақта жасап шығардың, ал мен ұшатын кеме құрастырдым. Несі бар? Сен бісің? Ламберт! Сен екенсің ғой! Жоқ! Жоқ! Көріспегелі көп болды. Сәлем. Әдеттегідей әдемісің. Сымбатты әрі қаһарман жігітіңді қалғандарына таныстырғың келмей ме? Әрине, бірақ әзірге өзімізге назар аудартайық қояқшы. Абайлаңыздар, кешіріңіздер, біз анау жаққа барамыз. Ағаң менің осында екенімді біле ме? Көп ұзамай біледі. Иә. Мықтап ұста. Мүмкін ақырындатарсың. Жоқ, мықтап ұстасаң болды. Сен жай ұстап тұрсың ғой. Жарайды, ал енді өзіңнен көр. Жоқ қой енді, мен қытықтағаннан қорқам. Жоқ. Абайла. Ғафу етіңіздер. Анау жаққа шайық. Қараш. Тағы да? Сәлем, Майра, құттықтаймын.
Ей, бас иіңдер. Қане, бұл патшайым. Кеттік. Оларды шақырғаның неге айтпадың? Оны айтсам сен келіспейтін едің. Бірақ ол қарындасыңның сүйіктісі ғой. Сүйіктісі? Адам өмірі біз үшін бір сәттік уақыт қана. Мықты емен нәзік гүлге қалай ғашық болмақ? Қалайша? Егер мұның бәрі уақытша екенін білсең, онда несіне уайымдайсың? Себебі ол әлі ақыл тоқтатпаған өзімшіл бала. Және бұл қарым-қатынас оған зиянын тигізеді. Уақыт келгенде ол да ақыл тоқтатар. Өз қатесін өзі түзетіп үйренсін. Уақыт жоқ. Тұрғындар біртүрлі құбыжықтарды көріпті. Мүмкін осыған қара дауылдың да қатысы бар болар. Не? Алыстан көрінбейтін жау пайда болды. Сол себепті Лияның ендігі ес тоқтатқаны жөн. Қорықпа. Ол бала емес. Екеуміздің махаббатымыз мәңгілік. Ол сыйластыққа негізделген. Эльфтер үшін дұрысы осы. Өмір тасын қорғап қалуымыз керек. Біздің тіршілік етуіміз соған байланысты. Мұны жақсы білесің. Ламберт! Сені көргеніме қуаныштымын. Мен қатты қуанып тұрмын. Осы сәттен бастап, сен әрдайым күлімдеп жүретін боласың. Жасыл өмір тасы. Эльфтер өмірінің тамыры. Біздің энергиямыздың қайнар көзі. Біз одан күш аламыз. Керемет, оны ешқашан жақыннан көрмеппін. Бастапқыда тек бір тас болды. Бірақ құдайлар оны жасыл және қара екі тастарға бөліп тастады. Олар өмір мен өлімнің белгісі. Адамзатпен бірге жүретін әділдік пен зұлымдық күресінің бейнесі. Қара тастың қайда екенін ешкім білмейді. Бірақ осы тасты әрқашан біздер, эльфтер қорғап жүреміз. Міне, әдетте патшайым тасты тойында тағып шығады. Бұл дәстүр. Оның күші патшалықты гүлдендіре түспек. Лия, тойдан кейін оны сен тағып шығасың. Рас па? Не үшін? Қара тас үшін. Мен оның зұлым күшін сезіп тұрмын. Ол жоғалған жоқ. Керісінше барған сайын күш алуда. Енді өмір тасын мен жалғыз өзім қорғай алмаспын. Біз саған сенім артамыз. Сен оны қорғай аласың. Сенімдеріңізді ақтаймын. Неткен керемет. Мұны Ламбертке көрсеткім келіп тұр. Лия. Иә? Біздің сөйлесуіміз керек. Мәссаған! Патшалық сондай керемет. Айналадағылардың барлығы бізді менсінбейді. Мұның несі керемет? Не? Айтасың о, тоқта. Кешіріңіз, ханым, менің атым Ламберт. Танысқаныма қуаныштымын, сіз маған... Босқа тыраштанба. Сенің қызықсыз әңгімеңді ешкім тыңдамайды. Оған төзіп жүрген тек мен ғана. Қойшы сен. Тоқтаңдар, осы жерде күтіңдер. Неге сонша қарадың? Мен адаммын. Ән айтып би билеген ұнатам. Кешіріңіз оны, ол шаршап тұр. Кірмес бұрын қаруларыңды өткізіңдер. Ханым... Жарайды, өткіземіз. Қане? Мінекей. Мәне. Тұра тұрыңыз. Әлсіз Най. Ол тұмау туралы айтып тұр. Жақында ауырып қалған еді. Болды, бәрін жайып сал. Солай ма? Олай болса жағажайда қыдырғанда, шам жағып кешкі ас ішкенді және эльфтерге гүл сыйлағанын ұнатамын. Басқа қарауымыз жоқ. Бәрі ойдағыдай өтті, солай емес бе? Иә.
өз парызыңды ұмытпа, Лия. Сенің қолыңнан келеді. Егер маған торт бермесе, бірнеше эльфті жей салам. Өмір тасы эльфтердің құпия қазынасы. Оны адамдарға көрсетуге болмайды. Көрсетуге болмай ма? Неліктен? Себебі оны ашкөздік пен соғыстан ада ұстау керек. Яғни, адамдардың да оған көзі түспеуі тиіс. Мұндай ырым қайдан шықты? Ламберт керемет жан. Ол адал жігіт. Мені жақсы көреді және мен оған сенем. Екеуің қанша уақыт таныссыңдар? Бірнеше жыл ма? Меніңше онымен айырылысқаның жөн. Жоқ, өтінем, олай демеш. Сен мені түсінеді деп ойлағанмын. Лия, мәселе онда емес. Біздің міндетіміз патшалықты құтқару. Және бұл жолда болашағы жоқ нәрсе үшін басқаларға қауіп төндіре алмаймыз. Лия! Лия! Кешіріңіз. Лия! Лия! Қария, сен жоғары көтерейін бе? Түкте көріп тұрған жоқсың ғой. Қандай ғажап жер. Мен осы жерде болғанды ұнатам. Нәзік өсімдік сабақтары көкке ұмтылғандай. Тамырлары жерде нық тұрғандай. Біздің махаббатымызда. Гүлдене түседі. Махаббат өмір, ал өмір махаббат. Біз әрдайым бірге боламыз. Лия, бірдеңе болды ма? Біргеміз. Мынау саған. Ерекше зат. Оған қарап, мені есің аларсың. Мә, саған тамаша сыйлық. Лия, менің де саған арналған сыйлығым бар. Оның не екенін таба алмайсың. Сен маған садақ сыйладың, ал мен сен үшін қорғаныс сақинасын жасадым. Неткен әдемі, рахмет. Біз бір-бірімізге оқ пен садақ сияқты жарасамыз. Не? Лия, мен әрдайым сенімен бірге болғым келеді. Мен ұсталық өнерді игердім, енді осында қалғым келеді. Оған қалай қарайсың? Сенің жылуыңа мәңгілік бөленіп жүруге маған рұқсат ет. Маған да. Екеуміздің жүректеріміз өмір ағашының түбінде бірге соғып тұр. Біз бір тұтас жандарға айналамыз. Лия, бір тұтас болайық. Мәңгілікке. Мен сендеп өмір сүрем. Бір ғұмыр, бір қан. Мәңгілікке. Мен сендеп өмір сүрем. Бір ғұмыр, бір қан. Бұл біздің бостандығымыз. Бұл біздің бостандығымыз. Жоқ, мен олай істей алмайм. Неліктен? Тездетіңдер.
не болып жатыр? Сәл кешігіп келгенім үшін кешірім сұрайым сіңілім. Бірақ мен шақыру қағазын алған жоқпын. Бұл расында сенбісің? Оны ешкім шақырған жоқ қой. Ұстаңдар оларды. Күзет, патшайымды қорғаңдар. Жоқ, осы жерде тұр. Араласпа. Не? Лия! Тағы не бар, а? Саған не керек, Елена? Менің не үшін келгенімді жақсы білесің. Олай болса сені қуанта алмайым. Тасты неге тақпағансың? Оның қайда екенін айт. Ол сен таппайтын жерде. Сен төтеп бере алмайсың. Тастың қайда екенін айт. Айт. Бұған қалай дәтің барды? Қалай? Өтінем, көмектес жоған. Жоқ. Менің қымбатты эльфім. Егер оны қайтарғың келсе, маған қажет затты бересің. 3 күннен кейін көне зиратта кездесеміз. Келесі жолы маған оқ атушы болма, адам баласы. Ұқтың ба, мен ескерттім. Оқ, садақ! Оқ жаудыр! Кемен дайындаңдар, жолға шығамыз. Құп болат мырза. Лия, картаның қайда екен білесің, алып кел. Адамдар сендердің керектерің жоқ. Кетіңдер. Кетуім керек. Сені сағынатын болам. Кешір қымбат. Мен сенімен барам. Жоқ, бұл эльфтердің алауыздығы. Білем, бірақ бұл қауіпті. Көмектесуіме рұқсат ет. Біз бәріміз көмектесеміз. Кеткенің үшін. Бар енді. Қош бол, Лия, Ламберт. Лия! Жоқ. Олардың соңынан ерейік. Әлбетте сен мықтысың, бірақ ол қызға керегің шамалы.
Ол сен тастап кетті, өкінішті, бірақ ондай болып тұрады. Ол шынайы айтып тұрған жоқ. Оған менің көмегім керек. Жігітім ханшайымды құтқарған әрине жақсы, бірақ ол жаққа барғым келмейді. Кемені дайындаңдар. Оның үстіне әлгілер иттерді алып кетті. Иттер? Ол ақылсыз иттерсіз қалай өмір сүрмекпін? Кеме тез жүріп барады. 2 күннен кейін сол жерде боламыз. Лия, өбір тас сенде ме? Оған жақсылап қара, және ешкімге сенбе. Еленаға сенуге болмайды, ол сөзінде тұрмаса қайтеміз. Біздің басқа амалымыз жоқ. Майра үшін уайымдама. Сарбаздармен бірге оны құтқарамыз. Сенің ең басты міндетің тасты қорғау. Лия! Ламберт, Маған кел. есіңнен адастың ба? Бұл жерден кетуің керек. Жоспарым бар. Біз бірігіп Майраны құтқара аламыз. Жоқ, Не? ендігі біз жоспар құрып қойдық. Қандай жоспар? Алып кемемен білдіртпей шабуыл жасау ма? А? Менімен бірге жүр. Патшайымды алып кетеміз. Олар естерінде жинай алмай қалады. Сенші маған, екеуміз бірге болсақ, мүмкін емес нәрсе жоқ. Менің сыйлығымды неге қабыл алмадың? Ол саған ұнамады ма? Қазір ол туралы айтатын кез емес. Ол салқындап кетті. Жақындап тұр, сен жылдам. Біз солтүстікке ұшып барамыз. Не үшін? Көне зират оңтүстікте ғой. Біз басқа жаққа бара жатырмыз. Уәде берші. Бір түрлі болып тұр. Жаралысың ба? Ештеңе етпейді. Мүмкін емес. Оның кемесі бұл жерде қайдан жүр? Тағы да сұраймын. Сен неге тасты тақпағансың? Себебі сенің келетініңді білдім. Тағдырдан қашып құтылмассың. 2 тас қосылуы тиіс. Одан да өз еркіңмен беріл. Элиан саған 2-ші тасты бере қоймас. Сені кешіруге сөз берем. Сөйтіп сен біздің үйімізге қайтып келе аласың. Неткен кеңпейіледің. Сонда мен саған өз қазынамды оп-оңай бере салады деп ойлайсың ба? Кешір, менің басқа жоспарым бар. Патшалықтың картасын тапқан соң, сен маған қуана-қуана көмектесетін боласың. Кел, бері кел. Анау жақта. Лия, әне ол? Ұлы мәртебелім. Лия, кет бұл жерден. Балақай, бұл жерге
менің шақыруыммен келгеніңді сезбедің бе? Лия! Сен эльфтерді ескертуің керек. Лия! Ламберт! Лия! Қолымнан ұста! Құтқарылдың. Жібер мені! Ешқашан! Ламберт, сен мені құтқарып қалдың. Біз бір-бірімізді құтқардық. Кемеге оралуымыз керек. Ол мүмкін емес. Қайда болдың? Біз Еленаның кемесінде болдық. Патшайым сол жерде. Бәрі біз ойлағандай емес. Елена шын мәнде. Онымен бірге ұштың ба? Өз міндетіңді ұмыттың ба? Тура оның қолына түсіп қалдың. Кешірім сұрайым. Ал сен не істедің? Доғар, бұл іске араласпа. Сен бөтенсің. Кет, енді кәрі келуші болма. Осы үшін біз адамдармен дос емеспіз. Сендер ойланбай әрекет еттіңдер. Ал патшайым болса саған сенім артты. Ей, оған дауыс көтерме. Ештеңе етпейді. Элиан дұрыс айтады. Сенімен бірге ұшпауым керек еді. Және мұнда болғаның дұрыс емес. Өкінішті, бірақ сенің кетуің керек. Сен бөтенсің. Сен үшін бөтен емес екенімді білесің ғой. Білемін, бірақ сен бұл жерден кетіп, мені жайма қалдыруың керек. Рас айтасың ба? Бұл қалжыңың болар. Өтінем, кетші. Сен эльф емессің. Сол үшін хош бол. Лия, сен өзгеріп кетіпсің. Назар аударыңдар. Тек алға жүріңдер. Шайқасқа дайын бол. Тездетіңдер. Адамзат баласы. Қара тастың құдіреті менің бойыма сіңген. Мен оны қаныммен, әр тамыр соғысынан сезем. Сен де соны сезінесің бе?
Кел маған. Менің сөзіме құлақ тұр. Сенің не қалайтыныңды білем. Және саған тек мен ғана көмектесе алам. Шынайы өмірге орал, ұйқыбас. Түрің бар болсын. Неге мұңаясың? Махаббат біз үшін емес, достым. Түсінсем бермасын, ол мені сүйген еді ғой. Бұл ащы шындық, оны қабылдағаның жөн. Бұл ара қатынастың болашағы жоқ. Армандауды доғар. Қыздармен араласудың нұсқаулығы жоқ. Бар болса да біз оны оқымайтын едік. Солай емес бе, достым? Оқыған қиын ғой. Сені мақтан етем. Сенің алғаш рет жүрегің жараланды, және бұл әлі соң емес. Өмір көрген жанға құлақтыр, Ламберт. Кейде адамды қатты сүйсеңді жіберуге тура келеді. Біз Лия екеуміз ондай емеспіз. Сендер не білесіңдер? Мен берілмеймін. Ей, қайда кеттің? Шындық үшін күресуге. Оның жарығы қайта сөнді. Мұз сеңіне қанағаттан алады деп ойлайсың ба? Айт. Сен көне зират аруақтарын қорладың. Енді айдаһар рухын ұрламақпысың? Менің қымбатты сіңілім Майра, қорықпа. Қаратас сені құртты. Сен шектен шығып кеттің. Білесің бе, сен қателесесің. Мен тастың арасында мұндай болған жоқпын. Оған себеп те тек сенсің. Не? Сен солай ойлайсың ба? Бірақ мен саған сенгем. Мен сені кінәламайым, керісінше алғыс айтам. Егерде мен мықты бола тұра, үнемі шеттетілмесем, өмір тасын тек саған ғана алуға рұқсат етіліп, алмаған берілмей қойғаны болмаса, және сен менің сіңілім бола тұра патшайым болып, мені қараңғы түнекке кетуіме мәжбүрлемегенде, мен өзімнің қандай орасан зор күшке ие екенімді білмейтін едім. Қызғаныш, жек көру, бұл эльфтерге тән қасиеттер емес. Есесіне бұл жеңімпаздарға тән қасиеттер, сондықтан өзіме тиесіліні мен алам.
Сендер екенсіңдер ғой. Ламберт те осында ма? Маған көмектесе аласыңдар ма? Ең мықты қаратас. Сен үшін мен айдаһарлар зиратын бұзып кірдім. Аңызға сәйкес 1000 жыл бұрын осы жерде айдаһардың жаны бұғатталған. Мен саған көмекші керек болар деп ойладым, солай ма? Сен ұзақ бөгелдің ғой, балақай. Біз сені көп күттік. Сен кімсің? Маған не істедің? Екеуміз ұқсаймыз. Екеумізге де қол жетпейтін дүниелер керек. Біз ұқсамаймыз. Олай дей көрме. Көрейік. Екеумізде қалаған нәрсеміз үшін бәріне дайынбыз. Ол үшін не істесек те оны ешкім бағаламайды. Неткен әдемі. Дәл сен сияқты жақындақсы келеді. Айдаһарлардың жандары оны мықты етті. Уақыт аз. Басқа тас бар ма еді? Лия саған айтқан жоқ па? Әлбетте сен адам болғандықтан, ол эльфтердің тасы сияқты ұлы құпияны айта қоймаса анық. Солай. Бұл эльфтердің ісі. Менің не қатысым бар? Жеңілгенді мойындап тұрсың ба? Өкінішті. Мен саған көмектесейін. Егер махаббаттарың баянды болса, мен сендер үшін қуанышты болар едім. Сен оған лайықсың, мен патшайым болғанда Лия сендік болады. Рас айтам. Ол да бақытты болуға лайық жан. Сен тек маған эльфтердің картасын әкеп берсең болды. Әкеп бер, маған эльфтердің картасын әкел. Алдымен мені емдеп жаз. Сен қазір саудаласатын жағдайда емессің. Ендеше картаны өзің тап. Қазір сенің достарың жазым болады. Мәмілеге келе аламыз ба? Эльфтердің картасын әкеп бер, әйтпесе жағдайың қиын болмақ. Мен қуыршақ емеспін. Сен оған сенімдісің бе? Элиан ханзада, біз патшайымды таба алмадық. Аға, енді не істейміз? Біз беріле алмаймыз ғой. Берілмейміз. Іздеуді жалғастырыңдар.
Орындарыңа тұрыңдар. Атыңдар. Сол жақ шеп бойынша алдыңғы қатармен шабуыл. Кер шегінейік. Қайта тұрыңдар. Қарсы шабуылға дайындал. Қымбаттым сен. Кеудесінен атыңдар. Кеме төтеп бере алмайды. Қалған әскерді жина. Hey, жігітім, сәлем! Ұстаз! Жүгірмек! Қара, мен ұшып келем! Біз сені құтқарамыз! Достар! Достар! Рөлге ие бол! Тырсып жатырмын ғой! Біз боқмұрын эльфтер сияқты соғыспаймыз. Эльфтер көгалда би-билеп гүл иіскейді. Ал біз ет жеп шарап ішеміз. Гүлме, гүлді көрсетейін сендерге. Тезірек, мына кемеге отырайық. Лия! Маған эльфтердің картасын әкеп бер, әйтпесе қиын жағдайға тап боласың. Мұнаны көрдің бе?
Шайқас аяқталған соң өзің жөндейсің. Бұл арзан дүние емес. Сенің кемеңді сатып аламыз. Қане, адам құнын айт. Қап, неткен кеудем соғайдың. Бұл менің кемем. Және ол өте құнды. Одан ит пен кәріліктің иісі мүңкиді. Бұл бір қап күміске де татымайды. Күміс пе? Қателесіп тұрған жоқпысың. Мен алып кете алатындай қап-қап алтын. Келістік, заттарын жина. Менің кемемнен тезірек кетіңдер, тездетіңдер. Бізге жаңа кеме керек сияқты. Оны қалайша сатып жібердің? Одан да көбірек сұрауым керек еді. Енді мен Лияға қалай көмектесем? Келісімді бұзам. Армандамай-ақ қой. Мен кемені өзіме қалдырам. Оған ешбір баға жетпейді. Сасық ақшаңды ал. Саған керек болмаса мен алайын. Өшірініңді. Қалай ғана дәтің бар, неге өйттің? Олар болмағанда бәріміз қаза болар едік. Онсыз да аз қалдық. Бізге көмек керек. Оның қолын көрдің бе? Қаратас оны жеп барады. Ол бәріміз үшін қауіпті. Қаратас па? Ламберттің жағдайы не болмақ? Қаратас оның санасын улап, ойыншығына айналдырады. Сөйтіп біз одан мәңгі айырыламыз. Дәл Елена сияқты. Елена төтеп бер алмаған тасқа жас баланың күші жете қоймас. Оны мына таспен құтқара аламыз ба? Мұны өзімшілдікпен пайдаланатын ойыншық емес. Бұл тас зұлымдыққа қарсы тұрмаушы ма еді? Неге байқап көрмеске? Адамдарды емдеген емеспіз. Жағдайы ушығып кетуі мүмкін. Мен ондай қатерге бара алмаймын. Елена төтеп бер алмаған тасқа жас баланың күші жете қоймас. Егер махаббаттарың баянды болса, мен сендер үшін қуанышты болар едім. Сен оған лайықсың. Мен патшайым болғанда Лия сендік болады. Ұста мырза, сіздің тақтайыңызды алсам бола ма? Міне, ала ғой. Егер өнер табысты пайдаланбаса, оның қажеті қанша? Бассы сындырып алма. Рас айтам, абай бол. Сен расында да ештеңе істей алмайсың ба? Біз оңай берілмекпіз бе? Қайта оралған соң, мен көрші тайпалармен кездесем, қосымша әскер аламыз. Алмайра ше? Тасты қорғасақ, патшайымды да қорғай аламыз. Ей, сен! Жоқ! Сен әлі де оған сенесің бе? Әпке, қарашы, ол одан да әдемі бола түсті. Сол себепті менің қалауыммен ойнаудың қажеті жоқ. Сонымен, шеттетілген қалай екен? Қаратасты тек нағыз күш иесі ғана ұстай алады. Сен сияқтылар оны басқара алады деп ойладың ба? Менің қымбатты сіңілім. Сен менің таққа отырғанымды көрсең деп едім.
Бірақ маған құрмет көрсетпегенің үшін өз шешіміңді өзгертуге мәжбүрмін. Саған енді өмір сүрудің не қажеті бар? Тоқта, тиіспе оған. Мен картаны алып келдім. Карта. Жоқ, картаны оған беруге болмайды. Екеумізді де жібер. Сонда саған картаны берем. Саудаласу үшін саудаланатын затың болу керек. Өкінішті. Сенің қолыңда түк жоқ. Эльфтер картасынан өмір тасының қайда екенін білейік. Патшайымдарың білуге құмартып отыр. Лия! Оған тиісуші болма. Естіп тұрмысың? Оған тиісет деп кім айтты? Ал сені... Сен, не істегеніңді білемісің? Лия, мені қара тас жаралады. Маған өмір тасы қажет. Оның менде екенін қайдан білесің? Солай деп естідім. Лия, құтқаршы мені. Лия, тыңдама оны. Қаш, жігітім, қаш. Бұл қалжың емес. Мүмкіндік барда қаш. Қаш. Тасты маған бер. Тез! Елена. Елена, өкінішті бәрібір біліп қойдыңдар. Лия, тездет. Қане. Қане, Лия, не күтіп тұрсың? Ламберт! Өмір тасы. Неге бұлай болды? Бәрі бітті, Лия.
жақсы адамдарға әсер етпесе де, маған әсер етеді. Не істеп тұрсың? Өмір тасын қорғаудың қажет. Лия, Біз ол үшін көптеген құрбандыққа бардық. Енді жақындарымыздан айырылып қарап отырамыз ба? Олай болса, оны сонша қорғаудың қажетіне. сен де жазым болуың мүмкін. Солай етуім керек. Лия. Лия. Сен оралдың ба? Жылама. Сен қолыңнан келгеннің бәрін жасадың. Мен өзім кінәлімін. Мен сенің міндетіңді түсінбеппін. Мен қаһарман атанып, бәрін құтқарғым келді. Оның орнына бәріне қауіп төндірдім. Менің өмірім қысқа. Ол мәнсіз өтті. Мен саған лайық емеспін. Патшайым түнек аңғарының 7-ші шыңында. Оған қауіп төніп тұр. Лия, оны құтқаруымыз керек. Менімен бірге барасың ба? Барасың ба? Ей, қалқан құлақ, мен де барам. Мен де. Не, сен қортақсың. Не, қойшы сен. Жақсы, жарайды. Бірге барамыз. Түнек аңғарына бағыт аламыз. Түсінікті. Бізге қонақ келетін сияқты. Оларды жақсылап күтіп алайық. Бұл оның кемесі. Абайла, тезірек, айналып өту әдісі. Лия, менің тілімді алып тасты маған бер. Елена, мен оған жол бермейін. Мен оны қолдаймын.
Лия! Тезірек, арттарына түс. Қане, қаштық, ол анау жақта. Ұстаз! Кешірім сұрайым. Майра соңғы жағында. Бұл жерден жете алмаспыз. Ал басқа жол жоқ па? Егер тақта болғанда, оған ұшып баратын едік. Тоқта, менің бір ойым бар. Қашайық! Бұл жерден кетуіміз керек. Біз тығырыққа тірелдік. Мұның бәрі мені мезетті. Лия! Ақыры тірекенсіңдер, менің патшайым болғанымды көріп қалыңдар. Лия, тасты беретін кезің келді. Сен кешіктің. Балақай, жоқ! Өмір тасы қайда? Не болса да, жіберме! Лияны құтқаратын ешкім жоқ па? Өкінішті, мүмкіндіктен айырылдыңдар. Лия! Маған неге көмектеспедің? Сен менің тасымсың. Тас сенікі емес. Ол ешкімдікі де емес. Майра!
Бірақ сен менікісің. Болды енді, оқ. Жарай, жақсы. Қане, достым. Болды. Рахмет. Жарайды. Қойыңдар, үрмеңдер. Рахмет. Ұлы мәртебе. Көмегіңе. Ламберт, айттым ғой, мен патшайыммын. Тезірек қашыңдар. Не істеп тұрсыңдар, қашыңдар. Тезірек, оқ, садақ. Абайла! Оңға, тезірек. Ол біздің артымызда. Артқа қарамай қашыңдар. Одан да үйде қалуым керек еді. Енді не істейміз? Мына қыбыжық әпкеңіз бе? Ал мен өз әпкемді нашар адам деп жүрсем. Пешташ! Менің бір жоспарым бар. Бірақ маған сенім артуларың қажет. Я, мен саған сенем ғой. Біз де саған сенеміз. Иә, сенеміз. Елена, тас мұнда, менің қолымда. Әкел! Элен, тездет! Эй, Тура келдіңіз, ұстаз! мен құспын. Ұстадым, жарайсың. Абайла, Ламберт,
мен сені ұстап тұрмын, жібермейін. Ламберт, қараш, мен сен сыйлаған сақинаны тағып алдым, көрдің бе? Және мен оны ешқашан шешпеймін. Ешқашанда. Лия, мен сені сүйем. Жоқ! Жоқ! Я тасты маған бер. Я. Жоқ! Тас сондай ғажап. Ақыры менікі болды-ау. Қолыма түскен екенсің енді. Өмір мен өлім қосылатын болды. Әліфтер тағы. Осы әлемнің тағы енді менің алақанымда. Өмір тасы менікі. Өмір тасы менікі. Сені жібере білуде өнер екенін білмейсің бе? Лия. Ламберт.
тірімісің? Ламберт. Ақылсыз неме? Лия, Жетер. Енді мен олай қорқытушы болма. Бұл мүмкін емес. Бірде бір адам таспен үйлес алмаған еді. Мүмкін емес. Мүмкін ойымызды өзгертуіміз керек шығар. Ол адамның да біреу үшін құрбандыққа бара алатынын дәлелдеді. Мүмкін тастың да шын мәні осы шығар. Өмірде не үшін күресуіміз керектігін көрсетпек болған ғой. О, біздің жігіт қайта оралды. Қандай тамаша. О! Қорқпаңдар күшіктерім. Мен оны жөндеймін. Ол құстай самғайтын болады. О, неткен әдемі гүл. Бұл саған. Менен сыйлық қой. Неге күлесің? Тыныштал, Ромео. Эльфтер тағы. Фильм 100% қазақша жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің тапсырысы бойынша аударылып дыбысталды. 2019 жыл.